Әнуар Әлімжанов өзінің айтуына қарағанда жетімдер үйінде тәрбиеленген орыс тілді қазақ еді. Сөйлеуін қазақша сөйлейді, бірақ қазақша жаза алмайды. Сөйте тұра қазақ газетінің жай ғана қазақ газеті емес, әдебиет газетінің редакторы болып бекітілді. Сірә Әди Шәріповті бірден алып тастаудың жөні бола қоймаған ғой. Ал алып тастаған күннің өзінде оның үстінен арыз берген адамды оның орнына қою этикаға да жатпайды. Қазақ әдебиеті болса, Әнуар үшін көтерілу жолындағы бірінші баспалдақ үзеңгі іспетті. Енді оның аяғы үзеңгіге салулы, бір секірсе армандаған арғымағына отырады. Осы күйде ол ұзақ жүрген жоқ. Кезекті бір пленумда бірінші хатшы боп шыға келді. Ілияс Есенберлинде үміттенген екен, бірақ ол екінші хатшы боп сайланды. Жұбан Молдағалиев өзі арыз жазып, жұмысынан кетті. Сол реніш наланың әсері екен, кейін ол хатшы деген өлең жазды. Жұлдызда жарияланды. Кітаптарына о кезде кіре қоймады, бірақ журналдағы нұсқасының өзін біреулер Димекеңе жеткізгенге ұқсайды. Бұл сіз туралы туынды деп түсіндірсе керек. Ол кезде Жұлдыздың редакторы Тахауи Ақтанов болатын. Орталық партия комитетінен қатты ескерту естігенге ұқсайды. Соңғы жылдарда қалыптасқан ситуация болмаса, тап сол өлеңге назар аудармаса да болар еді. Бірақ біреуді біреуге айдап салып, арасында күн көріп жүрген әзәзілдерге ондай мүмкіндікті босқа жіберуге болмайды ғой. Пайдаланып қалды. Сен хатшысың, ертеңің күңгірт сенің, мен ақынмын, ақын боп қала берем деген ой қай әкімге ұнаушы еді. Жұбағаңның Димекеңе кіріп жүрген есігі біраз жылға жабылды. Ақын мен қырғи қабақ қаламгерлер оған қуанбаса қайғыра қойған жоқ. Ал Жұбағаңа бір өлең жазып, Димекең көңіліне түскен дақты жуып шаю үшін бүтіндей бір поэма арнауға тура келді. Жазды да кейін Димекең кешіргендей болды, бірақ ұзаққа емес. Әнуар Әлімжанов ниет қылса кез келген адаммен тіл табыса алатын тәп-тәуір жігіт еді. Бірақ оның түбіне жеткен Ілияс Есенберлин болды. Көпті көрген кәрі түлкі аңғалдау Әнуарды қалаған жауына айдап салды да отырды. Мен оның қарауында 2-3 жыл жұмыс істедім. Сол азғана жылдар аралығында Ілекеңнің талай-талай абыройсыз әрекеттеріне куә болдым. Рас, ол маған жамандық жасаған жоқ, бірақ басқаға жасаған қиянаттарын өз көзіммен көрдім. Мен жазушы баспасының поэзия редакциясын басқарып жүрген кезде Шәміл Мұхамеджановтың шағын бір томдығын шығардық. Ол менің қарауымда аға редактор болып қызмет істейтін. Бәрімізден де стажы үлкен, бала шағасы көп, тұрмысы жұпыны. Соның әлгі шыққалы жатқан кітабының әр тармағына сол кездегі 1 сом 40 тиыннан қаламақы қойғам. Оны 1 сом 20 тиынға түсірді. Директордың сөзі соңғы сөз. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Менің қолымнан келмеген нәрсе Шәмілдің қолынан мүлдем келмейді. Бірақ алашағым кетсе де, айташағым кетпесін деген мәтел бар емес пе? Бірер күннен кейін баспаның ұзын дәлізінде жігіттер шылым шегіп тұрғанды. Қасымыздан Ілекең өтті. Сол сәтте Ілекеңе қолым беріп амандасып жатқан Шәміл: «Ілекеу, менен үнемдеген 20 тиынмен қай жыртығыңызды жамайсыз?» деп қалды. «Сен де жамамайсың, бәрібір ішіп қоясың», деді Ілекең қабағын түйіп. «Ілеке, сіз мені білмейді екенсіз ғой. Мен ешқашан өз ақшама ішпейм», деді Шәміл. Директор оны естісе де естімеген болды. Бірде бұл енді Ілияс Есенберлиннің жазушылар одағында екінші хатшы боп істеп жүрген кезі. Кабинетіне кіріп сөйлесіп отырған едім, асығы сөсігіз шофері келді. «Ілеке, менің анам мына Талдықорған қаласында тұратын. Түн ішінде дүние салыпты. Соған барып, өз қолымнан жерлеп қайтуға рұқсат етіңіз».
бір-екі күнге машинаңызды бере тұрыңыз. Әрине. Адамның анасы күн сайын өлмейді, бара ғой. Бар деді. Ілекеңнің мынадай елгезектігіне, жанашырлығына ішім жылып қалды. Бірақ анасынан айырылған қаралы азамат рахметін айтып кабинетінен шыға бере, Ілекеңнің көмекшісіне телефон соғып, ана тайыр кетіп қалмай тұрғанда ұста. Талдықорғанға барып қайтуға рұқсат сұраған, барсын. Бірақ машинаны берме. Шешесі өлгендердің бәріне бірдей көлігімді бере берсем, өзім не мінем? Бар, тез деді. Осы сөзді естігенде жаңа ғана жылып сала берген ішім қайтадан суып қоя берді. Директордың қолындағы мүмкіндікті Ілекең 100%, тіпті одан да артық пайдаланды. Оның ең үлкен мақсаты, басты арманы Лениндік құрғанда мемлекеттік сыйлықты алу еді. Оның алдында ол Ғабит Мүсіровпен қатар түсіп, республика сыйлығын жеңіп алған. Ұлы классигіміз Ғабит Ақсақал бұл жолы Ілияспен дұрыстап тіресуге жарамады. Бірақ Мәскеу мінез көрсетті. Бұл жолы болғыш қазақ жазушысы, грузин жазушысы Нодар Думбадземен қатар түсті. Алтын Орда менің түсінігімде Ілекең шығармаларының ішіндегі ең сүйіктісі, ең мықтысы. Бірақ Нодар Думбадзеге төтеп бергенмен Эдуард Шеварднадзеге төтеп бере алмады. Ал Шеварднадзе Думбадзенің досы, құдіретті басшы. Сөйте тұра Ілекең де оңайлықпен беріле қойған жоқ. Ол Лениндік және мемлекеттік сыйлықтар комитетінің бүкіл мүшелеріне арнайы хат жолдады. Маған дауыс беріңіздер деп емес, әрине, қай кітабыңыздың қазақ тілінде жарық көргенін қалайсыз? Біз сол дүниеңізді тездетіп шығарып берелік деп хат жазды. Мұның бәрі нысанасын тапқан мергеннің оқтар еді. Оған мен өзім куәмін. Бірақ қазақтың қулығынан грузиннің қулығы басым түсті. Нодардың кітабынан титтей кем емес Алтын Орда сыйлыққа ілікпей қалды. Ал Ілекең 100% сенімдеді.